таң намазы мен асырдың қандай ерекшелігі бар? Міне осы нәрсеге біз қатты мән беруіміз керек. Ан Әби Муса радиаллаху анху анна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам қала. Абу Муса әл-Ашғари радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деді дейді: "Мән салла бардайни дахалал джанна", муттафақун алейх. Бұхари мен Муслимде келген нәрсе. Кім екі салқынды оқыса деді, бардайн деген арабтың екі суық уақыт дейді. Кім екі салқын уақытты оқыса дейді, ол жәннатқа кірді деді. Ғалымдар айтады, әл-бардан әс-субху уәл-аср дейді. Ол таң намазы мен асыр намазы. Неге? Таң намазы момынның сыналатын, нәпсіге жақпайтын уақыт және салқын. Бұл сол уақыттағы жағдай және қазіргі біздің ауылдағы жағдай. Біз тұрамыз жылы үйде. Жылы әжетханаға кіреміз да, дәретті ала саламыз, жылысын ағызамыз, кішкене ысытамыз, суытамыз. Енді сіз ауылдағы адамды есептеңіздер, мұсылман бауырларымызды. Тұрады. Оған ешкім су жылытып отырған жоқ. Не істейді? Анау флякта кәткеде тұрған суды алады, соған дәрет алады қазір. Сөйтіп келеді да таң намазын оқиды. Ол былай тұрсын, не? Біз сол жылы жерде тұрып дәрет алуға ерінеміз. Олар не істейді? Жаңа қысты күні жатарда анау отқа көбірек, неғұрлым кешірек жатып, анау соңғы шелекті толтырып саптастайды, 2-3 шелекті қатарынан анау жер пешке, жал пешке. Сөйтіп үстіне жаңағы бір шелек су қойып қояды, 2 шелек. Сөйтіп жаңағы таңертең тұрған кезде от сөніп қалады, анау суық тартып кетеді, анау жылымық жай жылы ғана болып тұрады да. Соны алып барады да, оларда ванная комната жоқ оларда. Ана бір коридорда жаңағы шляпшынды қояды да, соның үстінде құсылын қиынады да, сөйтіп намазын оқиды адамдар. Мені қараңыздар. Біз жылы төсекте жатып, жылы сумен дәрет алуға ерінеміз. Тіпті теплый пол мешітке келуге ерінеміз. Мешітте жылы су ағып тұр да. Ой, күн суық. Адамдар сол суықта жазғы летний кухняға шығып, сарайға шығып, құсылын алады ауылда адамдар. Үйдің ішінде ұялады жуынуға. Қараңыздар сіздер. Біз ана душты ашуға ерініп жатасың да, төбеңнен ағып тұр ғой су. Ол су анау шашырайды деп ойламайсың, ары қарай кетеді бәрі. Міне қараңыздар, сондықтан адам бұл нығметтің қадірін білу керек. Сондықтан пайғамбарымыз айтып жатыр, сондықтан неге таң намазы? Өйткені нәпсіге ауыр келетін нәрсе. Екінші асыр намазы бұл өзі апақ-сапақтың уақытында негізі. Өзі қысыл таяң уақыт, жұмыстың бітетіні, пробканың басталатын сондай кезең. Ал енді ауылда алып қарайтын болсақ, асыр уақыты жаңағы малды қораға кіргізіп, кезектен малды күтіп алатын уақытта. Ойбай, мен қазір асырымды оқитын болсам, ана мал кеп қалады, біреуге қойманда, сиырманда кетіп қалады. Жалмазан адамдар жүгіреді, бірінші малымды күтіп алайын, сосын оқимын деп жүрген кезде, әлгісі уақыты макрух уақытқа кіріп кетеді, немесе қаза болып кетеді, шам қазан айтып қояды. Біреу жұмысын ашады, қой үйге жеткенше дейді, әлгі пробка басталады, сөйтеді не істейді, асырын қазағып алып жатады. Пайғамбар тегін айтып атқан жоқ бұны. Кім 2 намазды оқыса деді, таң мен асырды, ол жәннатқа кірді деді. Өйткені бұл адамның нәпсісіне де, жағдайына да ауыр келетін. Қазіргі тілмен айтқанда сол асырдың уақыты ғой адамның жұмыстан шығып жұмысқа нететін. Көрдіңіздер ме? Ал енді таң намазына келетін болса, құрғыр нәпсі шырылдайтын уақыттардың бірі. Сондықтан бұл 2 уақытта оқыған адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ол жәннатқа кірді деді. Ғалымдар айтады, сол 2 уақытқа қатты мән беріп сақтағандар дейді. Яғни қаза жібермеу. Жамағат бұлай тұрсын, қаза жібермеу керек. Пайғамбар уаған Әби Зухайрин Уммарат ибн Рубайбата радиаллаху анху қала самиғту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам яқулу. Зухайр Уммарата ибн Рубайба айтады, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның былай деген естінбейді. Лән ялиджан нара ахадун салла қабла тулуғ шамси ва қабла ғурубиха. Яғни әл-фаджр ва аср. Рауаху Муслим. Муслимде келген хадис, Абу Зухайр айтады, пайғамбарымыздың былай деп айтқанын естірінбейді. Кімде кім күн шығардан алдыңғы намаз, яғни таң намазы, күн батардан алдыңғы намаз, яғни асыр намазын оқыса, лән ятқул, еш қашан тозаққа кірмейді дейді. Лән деген болмайтын нәрсе ол. Фаиллам тафхалу, уалан тафхалу дейді. Құранда айтады. Фаиллам тафхал, сендер қазір Құранның ұқсасын алып келе алмайтын болсаңдар, кезінде мүшриктерге айтып жатыр.
уәлән тафғалу, қияметке дейін Құранның бір рұқсасын алып келе алмайсыңдар дейді. Ол болмайтын нәрсені айтады. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім таң намазын, кім асырды оқыса деді, лән ятқуланнар, ол тозаққа кірмейді деді. Бұл екі намаздың артықшылығын білдіреді. Уан Аби Хурайрата радиаллаху анху, қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, муттафақун алейх, Бухари мен Муслимде келген хадис. Ятағақабуна фикум малаикату биллайли ва малаикатун биннахар. Сендерге дейді, ілесет түннің періштелері және күндіздің періштелері дейді. Яджтамиғуна фи салаты субхи ва салаты аср. Жаңағы періштелер түнде бізден болатын періштелер бар, кейін олар кетіп орнына күндіз келетін періштелер бар, сімендер ауыз. Сонда айтады, солар таң намазы мен асыр намазында жолығады дейді. Таң намазында келген періштелер бізбен асыр намазына дейін болады. Асыр намазын бастаған кезде бұлар кетеді да, екінші періштелер келеді, олар бізбен таң намазына дейін болады. Сөйтіп таң намазына келген кезде олардың смені бітеді да, күндізгі періштелер келеді. Осылай дейді. ثم يخرج الذين باتوا فيكم فيسألوا الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. Ал енді сендермен жаңағы асырда келіп, сендермен түнді өткізіп, таңертең кеткен, таң намазында кеткен періштелер дейді, қайтып барғанда Алла тағала біліп тұрса да сұрайды дейді. Менің пенделерімді қандай қалде қалдырдыңдар деп. Сонда әлгі фаяқулуна дейді. Әлгі періштелер айтады, таракнахум уахум юсаллун, атайнахум уахум юсаллун. Муттафақун, Бухари мен Муслим. Біз барғанда олар намаз оқып тұрғанда біз оны тастап кеттік деген. Көрдіңіздер ме? Біз асыр оқып жатқан кезде жаңа періштелер, біздің күндізгі періштелер кетеді да, біз асыр оқып жатқан кезде ана періштелер келеді, қараса намаз оқып тұрмыз. Сөйтеді да, олар несі бұлай кезектерге таң намазынан бастаған кезде олар кетеді да, ана күндізгі періштелер келеді. Сонда мыналар айтып жатыр, біз барғанда олар асырды оқып тұрған еді, біз кеткенде олар уже таңды оқып жатыр дейді. Біз олар намаз оқып тұрған кезде бардық, намаз оқып тұрған кезде тастадық дейді. Алла тағала біліп тұрса да, Құдай періштелерден сұрайды дейді, менің құлым қандай жағдайда қалдырып кеттіңдер деді. Сонда періштелер айтады екен, біз оларды барғанда намаз оқып тұрған, кеткен кезде де намаз оқып тұр деп айтты дейді. Оған Жабирин радиаллаху ибн Абдиллах әл-Бәжали радиаллаху анху қала, күнна ғиндан нәби саллаллаху алейхи вассалам. Қараңыздар, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен отырған едік дейді. Фаназара иләл қамари ләйләтіл бәдір. Бәдір айына пайғамбар қарады дейді. Нау жаңа туған айды былай жарты. Бұны хилал дейді, арабтар айтады. Ал енді домалақ болған толған ай дейді да, бізде толған айды 14 күндік ай дейді. Оны арабтар бәдір дейді. Сол 14-15 күндік болған толған айға пайғамбар қарап тұрып айтты дейді. Сендер, пайғамбарымыз айтты, иннакум сатарауна раббакум кама тарауна хадал қамара ла тудамуна фи ру'ятихи. Сендер мына ешкім бөгет болмастан мына айды көріп тұрғандарыңдай сендер Раббыларыңды көресіңдер деді. Яғни еш бөгетсіз, ашық анық деді. Раббыларыңды көресіңдер деді. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. Muttafaqun alayh. Жаңағы Бухари мен Муслимде келген хадис, пайғамбарымыз айтты, сендер мына айды көргендей қияметте Құдайларыңды көресіңдер деді. Қашан? Егер сендердің күн шығардан алдыңғы, яғни таң намаздарыңды, күн батардан алдыңғы асыр намаздарыңды бір нәрсе басып кетпеген болса деді. Асыр намазы мен таң намазынан сендерді бір нәрсе бөгеп қоймаса, сендер Құдайларын көрін. Сондықтан ғалымдар айтады, асыр намазы мен таң намазына ықтиятты болып қаза қылмаған адамның дейді, бұл ақыреттегі жемісінің бірі Құдайды көру шарафатына ие болады дейді. Соны пайғамбар айтыр, инистатағтум дейді. Егер шамаларың жетсе дейді, әллә туғлабу, сендердің жаңа таң намаздарың мен жаңағы асыр намаздарыңды басқа бір нәрсе басып кетпесе дейді. Таң намазын ұйқың көбіне келетін ұйқы басып кетеді. Сол басып кетпесе дейді. Ал жаңағы асыр намазыңды, жұмысың, ойыңның кезегі келетін басып кетпесе,
осыған шамаларың жетсе дейді, сендер Раббыларыңды көресіңдер дейді. Бұл таң намазы мен асыр намазының бұл артықшылығы. Енді бұл тағы бір асыр намазының ерекшелігін айтады. Уан Бурайдата радиаллаху анху қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Бурайда радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Мән тарака салатыл асри фақат хабита амалуху дейді. Рауахул Бухари. Бухарида келген. Кімде кім асыр намазын қаза етсе дейді, ол адамның сол күнгі амалының бәрі күйді дейді. Яғни ғалымдар айтады, бұл жердегі амалы күйді деген кезде амалдың сауабы күйді дейді. Мысалы, бір бауырымыз тұрды, ұйқысын жуынды, шайынды, ғұсылын алып мешітке келді таң намазына. Жамағаттың сауабын алды, намазға басып келген қадамына сауап алды, қайтқан қадамын алды, сол мешітте отырып зікір, Құран оққан сауабын алды, сөйтті де инширахын оқып, күнді шығарып, инширах намазын оқып, үй жұмысына кетті, жұмысына жанталасып жүріп, мешітке барып бесінді оқыды, сөйтіп бір жерде садақасын берді, біреуге жақсылық жасады, біреуге көмектесіп жүрді, сөйтіп келген кезде асыр намазы қаза болып кеткен болса, соның бәрінің сауабы күйді дейді. Мына қараңыз, бұл асыр намазының өте ықтиятты болуды пайғамбарымыз меңдеп жатыр. Таң намазын оқылды болып есептеледі дейді, ғалымдар айтады. Бесін түседі дейді мойнына. Қияметте нағып бесінді оқымапсың, нағып таңды оқымапсың демейді дейді. Оқылған бәрі, бірақ сауабы жоқ дейді. Шықты, қараса біреу қайыр сұрап тұр таңнан бесін намазынан. Мә деді, берді. Асыр қаза болды, анау кетті да. Осыны айтып отыр.